Қазақ дәстүрі мен ислам діні бағзы заманнан бері біте қайнасқан. Ата-бабамыз әрбір амал әрекетінің астарына айрықша мән беріп, сауабынан үміт етіп, күнделікті тыныс-тіршілігінде көркем дағдыға айналдыра білген. Қазақ салтында қойдың басын қадірлі мейманға, көбіне абыз ақсақалға ұстатады. Ол өз кезегінде бастың құлағын, көзін, таңдайын, тілін игі ниетпен балаларға үлестіріп береді. Мә балам, құлақ саған, құйма құлақ бол, айтылған сөзді құйып алатын бол, жарай ма ақылды бол, деп береді бұл құлақты балаға. Кел, алақаның жай айналайын. 95-ке келген Бибігүл апаңдай, жез таңдай, күміс көмей, әнші бол айналайын. Ей жаным. Мә балам, үлкендердің тілін ал, жез таңдай шешем бол айналайын. Ей айналайын, мынау көз саған, көреген бол, көсем бол, ақиқатты қақ жарар, әділ бол, жарай ма? Ей айналайын. Тектілік қазақтың қанына сіңген асыл қасиет. Сондықтан да ұрпағына шыққан тегін, руын жастайынан сіңіріп, жеті атасын жаттатқан. Жігіт болып ер жетті деген осы.